бәріне бірден ләп етіп күйе жаға салады қазақ халқына. Сонда қазақтың бәрі наркоман болған ба, қазақтың бәрі алқаш болған ба, қазақтың бәрі пожарный жаңа от жағып машина көрсе өртей беретін болған ба. Екеуміз бір кабинетке кірдік та ыңылдаш деді. Болым алғашқы әсер, алғашқы нәрселер ғой менде. Ол кезде желтоқсан жел деген ән атымен шыққан. Қалай осы желтоқсан желі Азаттық радиосынан шықты. Сол күннен бастап міне қазір 2 жылдан кейін 40 жыл толады мен сахнада жоқпын. Өйткені мен желтоқсан желін жазған адам. Жаңаөзен мен қаңтар оқиғасы. Осы оқиғалар сіздің шығармашылығыңызға қалай әсер етті? Және бір дүниелер туды ма? Әрине, бұл менің есімнен әлі шыққан нәрсе емес. 13 жыл бір болған нәрсе ме? Бұлар менің әлі жанымда, қанымда жүр деген сөз. Композитор ретінде, әнші ретінде онымен халыққа бір ауыз жаңағы көңіл айту ретінде, әлди ретінде жеткізе алмасам мен өнерпаз емеспін. Күлтөбе подкаст. Армысыз құрметті көрермен, Күлтөбеде кезекті жиын. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, бәріміз білетін желтоқсан желі әнінің авторы Әбүйірбек Тінәлі ағамыз. Әбүйірбек аға, қош келдіңіз. Рахмет, ассалаумағалейкум. Өнер адамы үшін халықтың қошеметін көру, оның ортасында жүру бір бақыт. Желтоқсан желі деп бекер айтқан жоқпыз. Көп халық сонымен таниды. Және желтоқсан оқиғасы тәуелсіздік күні жақындаған сайын сізді іздеушілер де көбейеді. Оны өзіңіз де жақсы білесіз. Осы айдан басқа уақыттарда сізді іздеушілер қалай? Мен алдындағы бір сұхбаттарымда алға ілгерде өтіп кеткен тарих қой, тарихи күндердегі тарихи жылдар. Бір елеусіз қалған кездеріңіз болды ма аға? Жылына әйтеуір 2 рет іздегені осы уақытқа шейін мәлім мені. Бірақ мына кейінгі кезде тіл күні өзгеріп кетті ғой. Қай күнге ауысқанын білмеймін, тілдер күні. Ауысып кетті. Ал бұрын 22-ші қыркүйек болатын. Берген сұхбаттарымда айтамын. Жылына мені 2 рет іздейді, соған шүкіршілік жасаймын. Бірінші 22-ші қыркүйек тіл күнінде ізделім. Екіншісі 16-17 желтоқсан қаһармандарын болып өткен ұлы оқиға желтоқсан көтерілісі болып өткен сол күндерде 1 желтоқсаннан 17 желтоқсанға шейін бұлай шегелеп айтатын болсақ бос емес күндер занят деп қояды ғой, бұлайша басқа тілмен айтқанда. Сол күндерім шынында да мен іздейтін кездер. Іздейтін кезгенде бұл енді бір жағын мақтануға болады. Мен өзім мына дұға жасағанда намаздан кейін де Алла, мен мақтанып кетуден сақтай көр деймін. Мақтанып кеуде көтеріп кетуден сақта Алла мені. Мақтауға тек Алла ғана лайықты ғой. Соның ішінде сол Алланың құлы болып, Алла сүйген құлы болып, халықтың қалауы болып жатса, демек Алладан кейін халық болса, халық қалап жатса, мен кеуде көтеріп кете алмаймын маған. Халықтың іздеуі мен үшін тек әшейін қуаныш. Егер мен қажет болып жатсам, сол халыққа, сол халықтың әлдейіне, сол халықтың жаңағы көңіл жұбатуына, сол халықтың жүрегіне бір жылу әкелетіндей бір дүниелер жасап атсам, оның бәрі Алладан ғой. Демек мен соның өкілі болып жаратылғаным ғой. Мен өзімнің күшіммен емес, оның бәрі. Мысалы менің анау жалғанай, әттеңай, әйтпесе кісі жары деген әнім бар. Осы 3 ақат қайырмасымен ел қайсында қолайлы солай ала береді. Менің мысалы сол кісі жары немесе әттеңай деген әнімді сөзін жазған Исраил Сапарбаев. Бір күні мынау әлемдік желіні ашып отырсам, Түркияның бір үлкен оркестрмен бір әйел әншісі жаңағы әнді бастайтын кезде жүргізуші айтып жатыр ғой,
Ендігі кезекте қазақтың халық әніне берейік. Қазақтың халық әні әттең ая. Орындайтын бәленше түгенше деп жаңағы. Оны бір тағы бір 5-6 адам тағы сөйтіп орындады. Одан кейін жаңа скрипка, одан кейін эстрада. Бәрі халықтың әнінде орындап жатыр да. Енді көзің тірі кезде бір жағы қуанасың, ол қазақтың халық әні әттең ая. Ол халықтың өз әні деп орындап жатыр. Аны сөзін жаздырып, соған әнге келгеннен кейін тұңғыш рет өзін орындап, оның көрермені бар деген сияқты. Бір жақ ойлайды екенсің, өзің жаныңнан шыққан нәрсені түгеншенің әні деп айтып жатса, ол мәдениеттілік үлкен. Халық әндері деп орындалып жүрген әндердің бәрі ілгері замандағы ықылым заманнан бері орындалып келе жатқан халық әндерінің бәрінің авторы болған ғой. Бір жағы қуандым, бір жағы қазір авторлық құқық деген бар, соларға да айтып қойдым. Мынаны кішкене реттеп қойыңыздар, кішкене ыңғайсыз болар, көзіміз тірі кезде. Сөйтсем біздің елдегі үштік, екілік, квартет деген сияқты жаңа қосылып айтатын әншілердің бәрі халық әні деп орындап жүрген. Енді оның бәрін дәлелдеп шығу үшін, оның бәрін әрқайсысын сотқа беру шарт емес шығар. Енді бір мақсатым, менің Алла қуат, күш қуат беріп жатса, жақсылап соның музыкалық әрлеуін жақсылап жасатып алып, жаңағы Жеңешең екеуміз соны жақсылап халыққа қайтадан ұсынсақ деп отырмыз. Қазір Құдайға шүкір, әлеуметтік қай бір желіде болсын, мынау TikTok деген бар, әсіресе көп осы өнерді бұрын шектеулі еді уақыты. Қазір бір ән былай да былай сиіп кете береді, бір хабар былай да былай сиіп кете беретін сондай үлкен мүмкіндік жасап тастады. Соған қарағанда көп әнім осы TikTokта қазір өзім құрап, бейне жасап, сонымен өзім қазір жариялап жатқан жағдай. Соны қаншадан көрдік. Әлеуметтік желіге заманға икемдеп жатырмын дейсіз. Иә, соны қарап отырам өзім жасаған нәрселерді. Құдайға шүкір, мына желтоқсанның қазіргі екеуміз, жеңгеңіз екеуміз орындаған вариантында, нұсқасында 2 миллион, 3 миллион адамдай көрілімі, таралымы. Ал енді бұлай, одан бұлай әр желтоқсан әнін әр өзінде бұрып алған біздің жаңағы желіде отырған азаматтарымыз бар, балаларымыз. Оларға қанша мыңдаған, 100 мыңдаған дауыстар. Былайша айтқанда өзің айтқандай, желтоқсан қарсаңында менің парақшамда, олардың парақшасы да тұттас жаңағы қазаққа біреуді бүйтіп қойып, біреу сөйтіп қойып дейтін жағдайлар болатын болса, кез келген жағдайға желтоқсанның бір шумағы айтылып жатыр қазір. Мен бұған қалай қуанбаймын. Демек бұл да халықтың өз әні, халық әні болып кетті ғой. Дұрыс. Аға жаңағы айтқан әніңіз әттең ай. Соны айтып отырмын ғой, әттең ай, неткен дүние әттең ай деп айтып өттім ғой. Соны сөзін жазған Исраил Сапарбай, бұның негізгі шын аты кісі жары деп аталады. Мысалы, кісі жары кісіге жар болады дейді үшінші жолы. Балапандай бауырыңа басқаныңда дейді. Қазіргілердің айтуы бойынша мен соған ренжимін. Кісі жар кісіге жар болмайды, балапандай бауырыңа басқанменен дейді. Онда бұл қалай әніне айналып кетті? Сонда Исраил ағаның мен бір кітабынан қарап отырамын ғой, кісі жары деген өлең жазып қойған. Сөйткенде астына мына кішкентай абзац жазып қойған, жаңағы қисайып тұрған жаңағы әріптермен. Кісі жары деп аталады да, 2 жылда бітіп қойған. Кісі жары кісіге жар болмайды, балапандай бауырыңа басқанменен дегенде астына халық әнінен деп қойған. Бұл кісі соған қарсы, кісі жары кісіге жар болады, балапандай бауырыңа басқаныңда дейді. Сөйтеді енді ары қарай дәлелдейді. Жалған-ай, жан бойы өшкен арман-ай. Жарға лайықты қалғаның жанда өреге салғаны, ол өйткені біреудің жары. Аға, осы әнді қолға алсақ сізге. Өте шығар дүние қасқағымда айғай, ойнап күлген жарасар жас шағында бең дүние. Кісі жары кісіге жар болады ғой. Балапандай бауырыңа басқаныңда бең дүние.
жалған ай, жанбай үшкін арман ай, жарғалай қалқаның, жан дәуреге салған ай. Жарғалай қалқаның, жан дәуреге салған ай. Аспандағы біреу мәз, айдалғанға ай қой. Айналғанға біреу мәз, пайғамбарға беу дүние. Ерте келіп өмірден енш алғанмен ай қой. Кісі жарын кеш көрсем, айлам барма беу дүние. Әттең ай, неткен дүние тәттең ай, жарасқанны қинайды-ау, дәм тұзыңның жатпен ай. Жарасқанны қинайды-ау, дәм тұзыңның жатпен ай. Әттең ай, неткен дүние тәттең ай, жарасқанны қинайды-ау, дәм тұзыңның жатпен ай. Дәурен ай, азба сенің әуірің ай, соссам қолым жетпейді-ау, сағындырған сәулем ай. Соссам қолым жетпейді-ау, сағындырған сәулем ай. Мысалы деймін да, осының бегі, осымен әншілерге айтам, сендер неге бұны неге ауыстырып алдыңдар? Келесі шумақты қарасаңдар, бірінші шумақ кісі жары кісіге жар болмайды деп айтыңдар ал. Аспандағы біреуіміз айдалғанға ай қой, айналғанға біреуіміз пайғамбарға беу дүние. Ерте туып өмірден енш алғанмен, кісі жарын кеш көрсем, айлам барма беу дүние деп тұрған, біріншіден неге сендер анау дәлел сөзді қарамайсыңдар ма десем, оқпайды. Ол қалай болады дейді. Қалған көбілетінде жаңағы шумағында ананы оқып тұрып, анамен айта береді. Бұның құпиясы кезінде халық әні болды ғой. Біреу ренжіді, бір композитор, бір ақын айтпыз. Жарында ренжі. Алған жарында кісі біреудің жарын алып ем. Енді бұл маған ұрысып қалғанда айтады. Кісі жары кісіге жар болмайды. Балапандай бауырыңа басқан мен деді жіберді. Қалғаны болып кетті. Мен жар болады деп ақыннан алып ем. Сендер бәрібір жар болмайды деп жатсыңдар. Өмір қатып қалған нәрсе емес. Кісі жарына үйленіп алып 10 бала сүйіп отқан адамдар аз ба? 15 бала сүйіп отқандар аз ба? Бұл кезінде кісі жары болған мына баланың бәрі неге шығар жіберуіміз керек? Бала емес, шақ емес деп. Осы жерде тағдырға қарау керек. Содан кейін екі жүректің қалауына қарау керек. Сен біреудің жары болғансың, сен өмір бақ ары қарай бақыт көрмеуің керек деген ой болу керек. Біз тірі организмбіз, адамбыз ғой, санасы бар. Сондықтан да кісі жарынан пайда болып, академик, ғалым болып, өмір сүріп, қазақтың мақтанышы болып, қазақтың намысы болып желбіреп жүрген бабаларымыз, ағаларымыз өмірден өсіп кеткен аз емес. Неге осы біз сөзге мән бермей бұны орындай береміз? Ең құрғанда авторларға бір ауыз жолықса көбағып болар еді ғой деген көзіміздің тірісінде сондай өкініштеріміз жоқ емес, көп. Сондықтан біздің Әлбербек Тінәлі ағаларының ерекшелігі де сол болса керек. Құғайға толы, күдікке толы нәрсеге зерттеп барып, әнді өмірге әкелу. Сондықтан бұл жерде композитордан бір ауыз сұрау керек. Сөз осылай ма дағы, әні болай ма дағы десе, бір-ақ рет сұрайды. Мен тура жолын салып, әуенін айтып, түсіндіріп, жаңағы сөз астарын ашып беріп, ал бар, жолың болсын деп жіберем. Қандай әнші болмасын. Соған келмейді ғой. Қандай үлкен әншісі болсын, кіші әншісі болсын, өзім білемін. Бірақ сөздің тереңіне бойламайды көбісі. Сөздің мәйегін түсінбейді, содан кейін сөздің мәйегінің астарында өмір жатқанын білмейді. Бұл адамдар тек қана бұны ән деп түсінеді, болды. Ән тағдыр. Бір ән, бір желтоқсан, мысалы
тұтас бір ұлттың тәуелсіздігінің басы болып шыққан. Әбден 300 жыл бойы тапталып, әбден ноқтаға басын ноқталап алған 300 жыл бұрынғы бодандық әкелді де азаматтар бас көтерді, бізге азаттық керекті. Оған ән жазылды, соны түсінген адам. Халықтың жүрегі ол өзінің тәуелсіздік туы деп қабылдап алды қазір. Өзінің туы бұл халықтың әні. Мен осымен кішкене адам ретінде жүрегім қуанатта қояды. Анауым бар, менің мынауым бар, мен мынандаймын деп мақтанып кетуден аулақпын. Адамын. Көлтөбе подкаст. Сұхбаттың демеушісі Fastex логистикалық компаниясына қазақ тілді контентті қолдаған үшін алғыс білдіреміз. Көлтөбе подкаст. Аға, сіздің осы желтоқсан желі әніңіздің көпке таралуына себепкер болған журналист бар, Жия, журналист бар. Аха. Қиял Сабдалин деген журналист. Қиял Сабдалин аға. Марқұм. Осы оқиға қалай болды еді? Қысқаша айтып өтсеңіз. Бұл кісінің жасағаны ерлік пе? Ол кісінің жасағаны. Ерлік. Әлде бір құдайдың бір бұйыртқаны дей ма қалай? Ол кісінің азаматтығы. Азаматтығы, иә. Қазақтың азаматтығы, қазақпын. Мен де ұлтпын, менің де намысым бар. Сенде қазір құдірет жоқ қой. Алла маған сондай құдірет беріп қойды. Анау басқа жақтан алысты болса, мынау ән тұншықпау керек. Дер кезінде шыққан нәрсені дер кезінде халыққа жариядай білуіміз керек. Қандай жолмен болсын. Ол халық естуі керек. Сонда не 5 жылға шейін тұншығып отыру керек па? Колбин кеткенше тұншығып өзінен өзі тұншығып өліп қалу керек па? Ауасыз. Деген ойда болды ғой деп ойлаймын ол азаматта. 86 жылы осы оқиға басталғанда мен Жамбыл қаласы бұрынғы қазіргі Тараз қаласында жас актермін. 86 одан 14 жыл, енді Құдай қаласа мінекей 2 жылдан кейін 40 жыл болады ғой. 40 жыл болады. Үлкен бір азаматтың өмірі, бір адамның өмірі. Театрда істеп жүрген кезде таңертең ұйқыда оянғаннан кейін 17 күні театрға баратын, мен де бірақ аялдама жаяу барам. Үйден шығып, жолдан бері өтсең, қарама қарсы, маған үйіме қарама қарсы 9 қабатты Жамбыл технологиялық институтының жатақханасы тұр. 9 қабат. Ол кезде бір қызығы, о күнгі ауа райын айтайын, көңіл күйді 45 градус аяз. Шатырлаған аяз, мынадан қар белі бардан. Жер кәдімгі аяқ киімің жерге тисе, шиық. Міне осында. Соншалықты ауа райы сондай болып тұр. Әдемі қыс. Желтоқсан. Жолдың бер жағынан өттім, сол былай қарап өтсің, жаңағы 9 қабатты үй, жаңағы жатақхана жартылай тұманда тұр. Түсінегенде қарадым, жартылай. Сонда менің байқаған былай көлденең тұр ғой, мен көлденең мына жағына өтіп бара жатырмын. Құдай 9 қабаттан көрінер көрінбес. Ақ киген, қызыл киген, сары киген, қара киген, кейбіреу желең, жаңадай езді. Студенттер қашып жатыр. 9-шы этаж болғанда 9 жаңа жамылғына бірін жалғап 9-шы этаждан артынан түсіп барады. 8-ші қабат 8 жамылға. Адам ойлашы енді. 7, 6, 5, 3, 2 деген сияқты. Бірінші қабат терезе. Міне мен желтоқсан желі әнінің тарихы осыдан басталды. Жүрегім дір ете қалды. Не көрінді оларға? Көрінді есік-барға. Андай аязда. Жамылға біреудің жалғыз баласы, біреудің жалғыз қызы. Үздік көтті болды ғой, тастылған шығады. Мен алдына қарай, алдыңға қатарға қарай, есік жағына қарай кегенде қарасам, тәртіп сақшылары өте көп екен. Мен қу жүрек содан бастап сезді білмесін. Аға, енді Алматыда болып жатқан білеміз. Бұл ақпарат сіздерге маған әлі жеткен жоқ. Бірақ аналарға, студенттерге қалай жеткен? Аналар қалай жеткенін білмеймін мен оларға. Енді біреуден телефон арқылы жетті ме? Ол кезде соткада жоқ. Жай телефоннан біреу айтты, біреу Алматыда балалар шығып жатыр екендік. 17 күн. Соны ыңғыл басталды мен. Ана жаққа жақындаймайсың. Ана жаққа қайтып айналып барайынсың, сені қуат енді көріп қойды.
Сонда бұлардың ұмтылып жатқаны, меніңше сол кезде ойлаймын, алаңға шығамыз деп жатыр ау деймін. Ұмтылып жатыр. Сонда театрға шейін ыңылдап бардым. Ананы көрген ыңылдап бардым. Енді неге екенін білмеймін, екі қол жұмылды мына. Әлде біреуге тісім қайралды. Кім екенін білмеймін. Тісім қайралды. Жан далбаса жан айға, жүректің ыңылы, жанның толқуы. Менің қалғымға не болды? Сәл тұрсаң, ана жерден уже жаңағы кісілер әрекетке көшетін түрі болса, мен тұра торыма түсіп алдым да, ыңылдап береді, не болды екен, сұрақ, театрға жеткенше сұрақ. Театрға жеткеннен кейін жаңағы 17-сі күні екен, сол 17-сі күні газеттер келіп жатқан, газеттен біреулер бір нәрсе оқып жатыр. Қазақ жастары бас көтеріліпті де мына жерде Алматыда осындай оқиға болған ау деймін. Көптеп қояды. Көреді, абзац информациялық, Алматыдан информациялық хабар деп жазылған. 3 абзац кішкентай. Қазақтың жастары 23 мың, 25 мың аралығында дейді. Брежнев алаңында өзінің Алматыдағы бассыздық жасап жатыр. Бәрі ішіп алған дейді ғой. Содан кейін шегіп алған дейді. Жаңағы машина өртеп жатыр дейді. Сондай ұқсас сценарий. Мен ол сценарийді білмеймін. Мен шап айта қалам. Сонда бұл ішетін адам, үшеу үшер, әйтпесе бесеу үшер. Ал 33-ші, 25 адам. Кейіннен естіп жатырмыз ғой, жаңа тегін арақтар мәшіне таратылып кеткен. Жаңа әдей жаңа арандатулар болған. Содан біреулер пайдаланды. Содан сол газет оқығаннан кейін одан сайын қоюлана бастады менде күдік. Неге жала жабады? Мен жеке пікірім болды сол кезде іштей. Жаңағыдай теге бәріне бірден ләп етіп күйе жаға салады қазақ халқына. Сонда қазақтың бәрі наркоман болған ба? Қазақтың бәрі алқаш болған ба? Қазақтың бәрі пожарный жаңа от жағып машина көрсе өртей беретін болған ма? Күдік. Бірден білдім мен ол азамат ретінде, ақыл-есі орында, санасы орында азамат ретінде. Актерманға мен жаманды, жақсылықты да сөзінен, әрекетінен біліп қоямын. Психология біз солаймыз. Өйткені ханды ойнайсың, қараны ойнайсың, президентті ойнайсың, шалды ойнайсың, әжені ойнайсың, баланы ойнайсың. Сөзден біліп қоямыз. Содан бастап ананы оқығаным тіптен қоюланып кетті. Ыңылымның аяғы тағы ыңылға асты. Бұлай осындай жаңағы сезімде бұлан желдің өлі дейміз ба? Ән жаздым деп ойлап жүрген жоқ. Мен жанның несін сөзсіз жаңа ыңылдап. Сол жерде тұрған бір жігіттер айтып қалды. Әбдірахман Асылбеков деген мықты ақын осы жаққа келіп Жамбылға. Ана бір жігіттер сәлемдесті. Ойы құлағым өлең ете қалды. Ол кісі мен танымаймын. Ана Қоразбаев ағамыздың Қара бала, Қара шал деген жаңағы сөзде жаңағы толғауларына ән жазған Әбдірахман Асылбеков деп ылғи оқитынмын сөз. Мен міндетті сөзін кім жазды деп сол кезде өзім айтып жүрмін ол әндерді. Өзім жаңағы айтып жүретін репертуарымда бар. Жақсы орындайтын және оны сүйіп орындайтын. Соны іздеу басталды. Ол кісінің баратын жері қай жерде деп өзімде сұрақ қойды. Жазушылар одағына барады осында облыстық бөлімшесіне. Содан кейін екінші барады Ақжол редакциясына. Баратын жер екі шығар. Одан кейін туған туыстарға баратын шығар. Сол таңғы мезгіл. Бірден жазушылар одағы облыстық бөлімшесіне тарттым. Қатар алаңда тұр ғой, театр алаңда тұр. Сол жерді таптым. Жерден жеті қоян тапқандай. Жаңағы кісімен құшақтасам, аға мен Әбербек деген бауырыңыз, естіңіз бар ма, андай да мындай. Білем ғой сенің біраз әндеріңді мен біліп жүрмейін лайын. Сәттілік болсын өзіңе. Жай жүргенде сіз деп жүріп, көктен сұраған жерден табылып тұр. Мен бүгін ерекше бір толқып тұрмын. Мен бүгін ерекше бір басқа бір әлемде жүргендей, мынаға тұманды әлемде жүрмін деді. Сол тұманды әлемде ортасына тұманды көрсемде көзім ананың бәрін айқын сезді. Балалардың басына күн туып, қыздардың басына күн туып, не күн туды деп сол 9 қабаттан қашып жатқанынан мен
бұл жүрегім күдіктеніп қалды. Алматыда не болғанын білмейсіз бе? Мен де естіп қалдым, жаңа хабардан телефон шалып ем, жазушылар одағында осындай батыр деп айтты. Өзің неғып жүрсің деді. Неғып жүрген сол тұманды әлемнен мен шыққым келеді, мен неге ыңылдай берем аға. Ешкім ұрған жоқ, ырғым соққан жоқ. Бірақ ана әлемнен басталды дағы. Театрға келгенде көзім ашылды, информациялық хабар естідім, көрдім. Содан бастап қойылады, мен ыңылдап жүрмін аға. Екеуміз бір кабинетке кірдік те, ыңылдаш деді. Болымды. Алғашқы әсер, алғашқы нәрселер ғой менде. Екеуміз ақылдастық. Мен айттым, аға, сізге енді өтініш, мен ақыры сіз сөз жазып берсеген деп келдім осыған. Желтоқсан дейміз ба, желтоқсан қары дейміз ба. Бірақ мынандай болсын аға деді. Алаңда қанға бөгіп қыз бен бала қалды. Ауылда, елде аңыраған әке менен ана қалды. Осылай ашық сөз. Ол елге жаңа опат болып кеткен жастарға кішкене үлгі өнеге болсын, солардың әке шешелеріне әлди болсын дегендей. Бұны мен әндемеймін, бұның жанның жанды, жүректі жаңағы мұң басқанда, басыңа күн туғанда айтылатын жан дәлбасы аңғыл. Сол болу керек деймін. Сенің айтқан жаңа ойыңмен бұлай жаздық дейік ал. Қандай жаз десің жазып берем. Елдің мұңы ғой. Бірақ ертеңді таң атады ғой деді. Ертең таң атқаннан кейін біз қайда жүреміз деді. Қайда жүргенбіз? Сіз тарада жүрсіз, мен де тарада жүремін деп сөйтем күлді. Тұман ашылады. Содан кейін бізді көріп қойды ғой, біз сондай тұрсыз ғой дедім. Күлді де тағы да. Соны айтып тұрмын, бауырым деді. Қайдан ойыма саған сарт ете қалғанын білмеймін. Мен 69 жыл, 1969 жыл 8 жастамын. Ауылдың баласымыз ғой. Ары бері аудан орталығына барасың, ауылдан қалаға келеді сонда. Қыста бір жол жүргенімде, тура сол 69 жылы желтоқсанда даламен ары бері жүргенімде, ұзақ жолда жүргенімде, машинамен кетіп бара жатқанда. Далада отар табын жылқы мен сиыр, қой. 100 қой болса 100 қой, 15 қой болса 15. Мен барып қайтқанша мен сондайларды көрдім. Жылқы тұрған бойында былай биік жаңағы өсімдіктер сол басы былай қырау шалғанда әптап болып, жаңағыларын қақайып қатып қалған. Сондайды көрдім 69. Сол есіме сақата қалды. Аға, 69 жыл менен үлкен болдыңыз ғой. Мен соны білем. Бұл емес ал жарайды. Сол желтоқсан жазып бергіш деді. Желтоқсан. Сондағы жазғанды ғой, желтоқсан. Сонда, түсінікті деді. Сен 1-2 сағатқа басқа жұмыстарың болса айнала тұрасың ба, театрыңа барып келесің ба, шай ішіп келесің ба. 1-2 сағат маған мүмкіндік берші деді. 2 сағат мүмкін. 2 сағаттан кейін тура 5 минут қалғанда домбырамды арқалап күтіп тұрмын ғой қазір. 2 сағат болғанда кірем десем. Кішкене бір минут тұрғанда жаңағы кісі мына кабинетте отырамын деген. Бардым сөйтсем. Мындай істегенсін әдемілеп қантағы. Неге? Бір параққа 3 жұмақ өлең, бір қайырма жазып қойыпты. Домбыраңды алды, көрші деді. Құдайдың құдіреті жаңа домбыраны алдым, асындым дағы. Ыңылымды бастап алдым, Сол көңілге менен бірден оқып отырғанда төгіліп отырды. Бір әріп артық емес, бір әріп кем емес. Бірінші жұмақ бітті. Екінші жұмақ қайырмасымен бітті. Екеуінің ортасында домбыраны бір ойнап алдым, ыңылмен содан кейін бар. Үшінші жұмақ бірақта. Ең соңында ыңылмен бітірдім. Артық кемі жоқ. Ағамды құшақтадым. Болды ма деді. Болды. Құсатын, алатын, жөндейтін жер. Ешнәрсе, енді бір әрін де бермеймін сізге. Маған өткіздіңіз. Бұл менікі, бұл халқыңыздікі.
Жүніс Әлімбек деген азамат қазір бір 2 жыл көлемі болды. 40 жылдан бері актер, 40 жылдан бері. Сол екеуміз жаңадан Қостауызда домбырада айтып бастағанбыз. Бір 6-7 әнді Алматыға барып басып, жаңағы жазып, енді бұл ән 8-ші ән болайын деп тұр. Содан екеуміз ай жүге, ойбай, андай бір керемет дүние болды. Кел. Неге екенін білмеймін, жаңағы оған айтқан жоқпын. Жаңағы оған әуен бір нағып алды. Актер ғой, мынау несі керемет ұстайды, жаңағы бір-екі айтқаннан қағып алды. Содан кейін мен сондай көңіл күйдемін бе? Жоқ. Басқалар да сондай болар ма екен деп. Бір 3-4 айта бастаған уақытта, уже сіңе бастаған уақытта қарасам, анаңды көз жұмылып кеткен жаңағы. Қол мынандай. Мен басында осындай қолмен келгеннің. Сонымен дайындалып алдық. Ал енді Алматыға барайық дейміз ғой. Алматыға барайық десек, жол жабық. Сөйтсек бір қазақты жібермей жатқан кезде Алматы. Басқалар барып жатыр, тек қазақ өтпеу керек. Ал маңдай деген тасқа ұрылғандай болдық. Не істеймін? Апару керек. Ой, аналар нәрсенің ортасында болуымыз керек қой. Радиоға басып, сол жерден жаңағы радиоға беру керек бұнды. Басқа жаңағы саяси бір нәрсе тök арамдық жоқ бізде. Беріп аналар тыңдаса екен, солар жұбанса екен, солар дәлелдесек екен деген әнменен. Сондай ғана ой болды. Бірақ ол өкінішке орай жол ашылмады. 20-сы күні ғана жол ашылды. Екеуміз самолетпен Алматыға ұшып кеттік. Содан бардық. Сөйтіп барасам жаңағы өзіміздің ән жазып жүрген радионың студиясы бар, үлкен зал, оркестр жазады ғой жерде. Симфониялық оркестрлер жазады. Сөздің қысқасы сол жерден жазып алдық, 2-ші қабатқа барып бермекші болдық. 2-ші қабат бізді қабылдамады. Мынаның желтоқсан деген сөзі көп екен деді. Бір әйел, содан мен көңіліміз түсті. Қой құрсын, таразымызға қайтайық дедік дағы. Екеуміз, мен алда домбыра ұстап келе жатырмын, ол артымда келеді. Екеуміздің басымыз жерге салбырап кеткен. Мына алаңға қарай, алаңға жақын қой енді жаңағы. Содан бұрыла береміз дегенде алдымыздан бір сұлба өтті, бұлай сол жағымыздан. Бір екі қадам бекен. Біз алға озып бара жатқан кезде артымыздан үн шықты ғой. Ей бауырларым, домбыраларың бар. Дауысы жоғын екен. Әншісіңдер ме? Әншіміз. Қандай ән айтасыңдар дейді. Ой, барша айта береді. Адам өз жағдай болмайды. Қарамай. Ана қарасам ол түнеріп кетті жаңағы досым. Кетті. Тағы да. Ай, тоқтыңдаршы, бауырларым, айып етпеңдерші деді. Не ән еді ол деді. Қандай ән алыптыңдар? Ой, мына желтоқсан, мына жерде болған оқиға туралы желтоқсан желі деген ән алып келгенбіз. Студияға жаздық, берсек алмайды ешкім. Өтінгендей болды. Осының 2-ші қабатында қайтадан шығасыңдар ма? Менің отыратын жерім бір тыңдап көруге бола ма деді. Сен қай бір оңдырасың деген іштер қарап ем. Деген сияқты жарайды. Қарасам, даңдай болып киінген кісі, жаңа қап-қара пальто, сары шаш, көзі көккенбек, пальтоның жағасын көтеріп алған. Екінші жаңағы тікелей эфир деген кабинеттен ары, коридормен бір 2-3 кабинет есіктен кейін, ол оң жағында екен, тура сондай кабинетке кіргізді. Соның сол жерде отырып әңгіме ұсталды. Ал енді қайдансыңдар деді. Жамбылданбыз дедік. Есіміңіз кім деді маған. Мен айттым, Әбербек Тінәлі. Сіздің есіміңіз Жүніс Әлімбеков деді. Сөйтсек сол жерде, ой құдайдың құдіреті, біз білмейміз. Осындай ұзын орындыққа отырып алғанбыз. Әңгіме басталды. Ол кісі диктофонға жазып алған. Білмеймін, диктофон жоқ, көрініп тұрған жоқ диктофон. Сонымен сол жерде бәрі осы екеуміз ерегесіп тұрып қойған сұрақты осы жарысып тұрып жауап береміз. 1 сағаттай отырдық. 1 сағаттан кейін қайда жатсыңдар деді. 23-ші этажда анау қабат Қазақстан қонақ үйінде сонда жатырмын. Қашан қайтасыңдар деді. Бүгін қайтамыз, самолеттен билетіміз бар.
Онда сендер бүгін қайтпаңдар, енді осы 23-ші қабат жатсаңдар деп мынандай бір 2 парақ берді. Сөйтсек бағдарламасы Азаттық радиосының Мюнхен қаласындағы Германияның бөлімшесі, қазақ бөлімшесі. Герц мерц деген бірінші жазып тастады ғой. 19:35 кешкі қазақ радиосының уақыты деген. Мынандай радио тауып алсаңдар, кешкі сол 19:35-те сол қабатта жатып, соны тыңдап, не тыңдауымыз керек? Әндерін тыңдайсыңдар. Алдында тыңдап алған мынандай лентадан. Біреу қарап, оттай береді деген еді. Сондай көзбен қарады. Әй, аға, ол Мюнхенде неше шақырым бұл жерден деп қоямын ғой. 8.000-дай шақырым болады. Ой, 5 жаңағы 10 жаңағы мынандай баспалдақ соған апарып айтсам тұрғанда 8.000 шақырымда қашан айтады? Бүгін кешке айтады. Таңдамашы болды ма? Осындай да жындылық бола ма? Көрейікші. Жарайды, бүгін қайтпаймыз. Радионы алдық, шықтық дағы. Отырмыз, 19:30 болды кешкі. 34 болды әлі жоқ. Алдада өтіп қойдық бірақ. Енді бір-ақ минут қалды. Бірақ бейік, шейік, қиық деді дағы. Ассалаумағалейкум, қандастар. Эфирде Азаттық радиосы. Мюнхен қаласындағы бөлімшесінен сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы бөлімшесі. Деді, оз гүг ете қалды, ой, Аласапыран Сарыарқа кетті, содан кейін соның фонында айтты. Бүгін эфирде біздің Алматыдағы меншік тілшіміз Қиял Сабдалин дейді. Ой, міне бағанақ адам ғой. Тыңдайтып, құлақ түре қалдық. Ал енді кешегі болған дедік. Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар, ардақтылар, қандастар. Кешегі Алматыда болып өткен мына жанымыздағы алаңдағы оқиғаға дейді. Өнер адамдары үн қата бастапты. Соның бірі, есіміңіз кім? Кешіріңіз деп қойды. Мені бөмілім оғанда. Сіз Жүніс Әлімбек. Ой, сонда ол қадейін сөйлеп жатыр. Сон бірақ дейді. Екеміз сөйлеп кеткенбіз, ана қыз сұрақ қойды. Екеміз сөйлеп кеткенбіз. Осы тұбағымызды ала сөйлейміз жаңа. 55 минутқа бар жүрді. Сөйтіп енді айтты, енді кезек желтоқсан желі әнді тұсау көсер бірге тыңдап көрейік, құрметті қандастар деді. Шыны айтып отырмын, өтірік айтып отырмын. Бірақ аңыл кетті, денемізге шымырлап барады, мына құйқаша шымырлап бара жатыр. Бірінші жұмаққа саңқылдап ала жөнелді. Жанның шырылы, рухы қазақтың. Ата-бабаның аманаты бәрі келді. Осылай таралды дейсіз. Содан екінші жұмақта құшақтасып қалдық. Көзіміз пара-пара, ән біткенше құшағымыз жазылмады. Басымызды қосып. Сол ән 5 минуттай, хабар 55 минуттай, 1 сағат эфир жүрді. Содан бүкіл әлем саңқыда қалды. Бүкіл әлем содан бермеді. Олар 5 жыл бойы колбин түскенше, радион директор айтты. 14 жыл болған директор, Хасен Нұралтай дегенбіз. 5 жыл, күніге 5 жылда күніне 2-3 рет бір хабар беріледі дейді, ортасында бір жұмақ. Екінші хабар беріледі, 2 жұмақ. Ортасында бір хабар. 5 жыл бойы қайталап отырдық. Егер Қиял Сабдалин сол кезде эфирге шығармаса, осыншалықты танымал болар ма? Жоқ, болмайды. Ол жолы біз апарамыз. Жаңағы жазып алатын едік дағы. Бізде сол лента күйінде, одан кейін замандар өтті ғой. Ол лентаның көзін құртты. Лентаның көзін құртқанда магнитофонның бәрі көзі құрды. Оны ойнататын аспап та болмай қалды. Бәрі электроникаға көшіп кетті. Біз 5 жыл бойы соны құшақтап отыратын едік. Аппараттың бәрі жойылатын еді. 5 жылдан кейін 5 жыл бойы айқайлаған адам дауысы қалай болады? 5 жыл бойы сөйлемеген адам дауысы қалай болады? Үнің өшеді ғой, болды ғой. Әйтпесе қаның жүрмей жаңағы тоқтайды ғой қоюланып. 5 жыл бойы тілің салақтап жүгіре берген қалай болады? Өліп қаласың ғой, өкпеңеш. Сол сияқты бұл тірі, өнер деген тірі организм, өнер деген халықтың үні, өнер деген халықтың тағдыры, адамзаттың өмірі, тіршілігі, сол сияқты нәрсе ғой. Қиял Сабдалин
Алла бізге жібермегенде, оған жаңағы өзіміздің өр мінезімізді, жастығымызды қосып, сендерді де радиоларыңды да ұрдық деп кетіп қалғанымызда, мына жағдайда ел не айтып шулап ататын еді мен білмеймін. Ағайын жаңа айттыңыз ғой, автор бұл желтоқсанды ашық жазуға болмайды. Ертеңгі күні бізге сын келуі мүмкін деген нәрсені айтты, иә. Бірақ бәрібір сіздер 69-шы жылғы жазғаныңызбен желтоқсанды шынайы желтоқсан жаздыңыздар, 16-шы желтоқсанды. Кейіннен бұл әннің ызғары сіздерге тиді ме? Өмірде бірақ немесе авторға? Бірақ нәрсесін айтайын. 86-шы жылдың 17-ші желтоқсанына шейін Әбербек Тінәлі Қазақстандағы үлкен мына сарайға, қазіргі республика сарайына концертке шақырылатын. Әйтпесе, анау мемлекеттік филармонияның сарайына, облыстық филармонияның сарайына, Алматы облыстық, қалалық. Осындай үлкен зәулім концерттер өтетін сарайларға шақырылып тұратынмын. Ол кезде желтоқсан жел деген ән атымен шыққан. Қалай осы желтоқсан желі Азаттық радиосынан шықты. Сол күннен бастап, міне қазір 2 жылдан кейін 40 жыл толады, мен сахнада жоқпын. Өйткені мен желтоқсан желін жазған адаммын. Желтоқсан желі біреулерді жек қоятын сияқты. Тәуелсіздік алсақ та? Жоқ болды. Мен сахнада жоқпын қазір. Өйткені мен айтатын жерде осы әнді айтып қояды дей ма білмеймін. Ол ең дұрысы, бұндай жерде білінеді ғой, дізін беріп қояды екен. Мына міндетті түрде шақырма, мына міндетті түрде радиоға берілмеу керек деп. Өйткені оның бір жолдасымыз радионың директоры болып қалды, республикалық. Сонда ылғи әндерімізді әкеп өткізіп, жаңағы эфирден беріп тұратын, хабарға шақырып тұратын. 86 жылдың 17 желтоқсанына шейін мен қанша хабарға қатысқанын білмеймін. Күн болмасам да күнара 2 күн сайын менің хабарым жүріп отырады. Әніммен, жаңағы сұхбатыммен. Қалай эфирде Азаттықтан өтті. Сонда жаңа айтайын деген радионың басшысына жолығып құтты болсын, айналайын. Басшы болсын, жақсы радио болсын, қазақтың мұңын мұңытайтын, жырын жырлайтын жақсы радио болсын деп құттықтап кіргенде тартпасын ашып тізім көрсетті маған. Санын айтпай қойын, 42 адам ба. Соның ішінде мен тұрмын ғой. Мына адамдар эфирден берілмесін деген шәкпісі бар. Одан кейін мен бейттім, айналайындар, осылай қанға. Біз кейде көлеңкемізден қорқамыз, Сол нәрсе, сол әлі соғалды. Азатпыз, тәуелсізбіз. Азаттығымыз дұрыс болса, тәуелсіз екеніміз рас болса, желтоқсан жел деген әннің жаңағы өлеңінде не тұр. Бұлай зерттеп қарасақ, қазіргі бала оған түсінбейді. Қазір нақты айту керек. Мынандай болды, мынандай болды. Сөйтіп айтады қазір сөзін. Ана сөз астары айтты, сөздің бір нәрсесі деген қазір мындай айтты. Аға, енді жас Әбербек, Алматының төрінде жастар көтеріліп жатқан кезде Таразда жатып ән шығарды, Симай оны Алматыға алып келді, Алатаудың осылай істеді. Одан кейін енді тәуелсіз Қазақстанның тарихында да өте бір толқулар көп болды. Оның екі айтып өтетін болсақ, Жаңаөзен мен Қаңтар оқиғасы. Осы оқиғалар сіздің шығармашылығыңызға қалай әсер етті? Және бір дүниелер туды ма? Әрине, ол тумай болмайды ғой. Тумаған күнде де оған өнер адамы өзінің үнін қоспаса, ол өтірік өнер адам емес. Жаттанды әннің авторы немесе жаттанды белгілі әннің орындаушысы ғана болып қалады. Толымақ түгілі сол күндерді бастан өткізу, осы өз елімде тұрып қазақтың басынан өткізу. Әрбір қазақ солай болды ғой деп ойлаймын, жалғыз мен ғана емес. Бірақ істерге не шарам бар? Істерге не шарам бар? 300 жыл бодан болу,
300 жыл құл болу, 300 жыл бол құлақ кесті құл болып алу, сол қаныңа жаныңа сіңіп кетсе, бұлқынғанмен не істей аласың? Жаңа әлгіндегі нәрсе әлгіндей болса, бір әннің тарихы. Менің шықпай жатқан қанша әнім бар. Мен 100-ден аса ән шығармам бар қазір. Анда-санда бір өзім байқап қойын, санамайсың оны. Мен неге баспанасыздар мұңы деген ән жазым? Баспанасыздар мұңы деген, баспанасыздар әлі үйі түгел ады. Қай қазақтың үйі түгел болып жүр қазір, бәрі пәтерде. Бағаның шарықтап кеткен кезі. Дұрыс қой, баспанасыздар мұңы. Неге мен ана тілін білмеймін деген ән жазам? Мені бір зорлады ма? Жоқ, зор. Неге ол енді осы тақырыптарды мен ғана жазуым керек? Менің өнер адам ретінде, азамат ретінде кейде бір ренжитін жерлерім бар. Менің әріптестеріңіз, бауырларым, әріптестерім, өнер саласында композиторлар, күй саласындағы неге осы тақырыптарды айтпайды? Өйткені отанында бәрі түгел ме? Енді соған қараймын да мен жаңағы айтқан өзіңнің халықтың арқасына батқан мұң мен бетінен ескен қатты дауыл, қорғансыз болып далада келетесің ғой, қысқы боранда құлақшыным жоқ, тақын шәкімен кигенсің. Кейін былай сетілгенсің, мойның бәрі ашық, құлағың бар, бәрі ашық. Содан уілдеп тұрған қазақтың, бүкіл қазақтың бетінде сондай уілдеп тұр, қорғансыз өп тұр қазір. Жаурап келе жатыр, өліп қалуы мүмкін деген. Жаңа адамдармен есептеп отырмын да. Бүкіл халықтың бетіне сөйтіп тұр. Ол болып жатқан оқиға десе, менің жаным оған шыдамайтын қазақпын мен. Өнеріммен. Біреуді қырып жүріп бір нәрсе жатқан жағдайым жоқ. Оған сен Алла қазақ өте бай тіл берді. Сол бай тілді пайдаландағы сен азаматсың, арқанға батқан нәрсені сен өнер азамат ретінде, сен тыңдарманыңа жұбату ретінде айт, қалай айта аласың сен? Оның бір-ақ жолы бар, әншісің ба, әніңмен айт. Сізді елде болып жатқан оқиғалар бей-жай қалдырмайды. Қалдырмайды. Және олар шығармашылығыңызға арқау болып жатыр. Арқау болып жатыр. Жаңа өзің айтқан Жаңаөзен мен Қаңтарда болған екі тақырыбыңды бір ауыз ғана айтып кетейін. Бұл менің есімнен әлі шыққан нәрсе емес. 13 жыл бұрын болған нәрсе ме? Бұлар менің әлі жанымда, қанымда жүр деген сөз. Егер мен оны сөзіммен жаңағы композитор ретінде, әнші ретінде, оны мен халыққа бір ауыз жаңағы көңіл айту ретінде, әлди ретінде жеткізе алмасам, мен өнерпаз емеспін. 14 жыл өте ме, 15 жыл өте ме? Мына кейбіреулер айтады ауа райына байланысты. Бұлт келе жатыр. Мына бұлт нөсер жауып өте ме? Жоқ. Сен тамшылап қана өте ме? Мына құртымызды, қазір жайған құртымызды, жаңа құртымызды, мына жауып өткеннен кейін, күн шыққаннан кейін жасайық. Сол уақытта күн кептіреді, сонда қатады, сонда дәмі орнына келеді, бұзылмайды. Сол бізге дәмді болар. Деген сияқты өмірдің де бұлтты күндері, өмірдің де аязда мұңды күндері, боранды күндері арқаға батқан. Сондай күндері бар. Ал жыл 4 мезгіл ғой. Көктем, жаз, күз, қыс. Қыс мәңгі бақи тұра бермейді ғой енді бір қыс. Көктемге ауысады ғой бір күні. Көктемнің әдемі бүршік атқан тіршілігі пайда бола бастайды. Ол жаз құласады ғой. Жып-жылы, көңілің де жып-жылы, жүрегің де жып-жылы. Ол деген сөз ес жию деген сөз. Ана бұлттан құтылып, күн ашылады деген сөз. Сондықтан ерте ме кеш пе? Мен шынымен өнер адам болсам, ол нәрселер бәрібір күндердің күні маған тақырып болып келеді. Өйткені адам ішінде қортады бірінші. Боласап, ертесіне ән жасап, ондай болмайды. Ана сен не болып өтті, не болды, халыққа немізден айырылып қалдық деген нәрселер міндетті қозғалады. Сіздің тұспалыңызды жетесі бар адам түсінеді деп ойлаймын. Әрине. Қазақ көктемі, қазақтың жазы келер. Дұрыс айтасыз. Сол ақтардан халықтың өзіне қазақтың күпі киген қараның өзін шекпен етіп қайтарамын дейді ғой. Қазақтың көрген өз мұңын өзіне қуаныш етіп қайтарамын. Болды.
Fastex 2007 жылдан бері логистикалық қызметтер көрсетіп келе жатқан сенімді серіктес. Біз тасымалдаудың барлық түрлерін ұсынамыз. Кедендік рәсімдеу, жүк тасымалдау, транзит, экспорт және импорт. Қытайдан Қазақстанға кез келген жүкті қауіпсіз жеткізу біздің міндетіміз. Кедендік рәсімдеудің толық спектрі бізде бар. Жастарды қолдау мақсатында спорт және ағартушылық жобаларға демеушілік көрсетеміз. Бізбен хабарласыңыз. Гүлтөбе подкаст. Аға, сіздің тағы бір шоқтығы биік туындыңыз, ол Фариза аға. Ағи ақын Мұқағали Мақатаевтың. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бір жалғыз, бірімізден арылармыз. Ақыры шыдай жалығармыз. Енді сіз әңгіме барысында Мұқағалиды мен өлеңімен таныдым деп айтасыз. Қазір Мұқағалиға бір сын айтатындар табылып жатады. Сіз әні өлеңі арқылы оның Мұқағалиды қалай таныдыңыз, және ол қандай адам еді? Енді өзі өлгенше Мұқағали Мақатаев сен Мұқағалисың деп мойындаған ешкім болмады. Кейде осы жерден бір психология шығады, қазақ психологиясы. Әбербек аға кеше концерттерде сұрақ қойып жатыр, шыққан әншілер құлағыма келіп сыбырлап жатыр. Сізге халық артист деген атақ берілді ме? Былтыр көтеріліп жатыр еді деп қояды кеше. Құлағыма сыбырлатқан жігіттер еді. Жоқ, бермей қойды. Неге бермеді ағай? Білмеймін. Таусылып қалған шығар, шектеулі болу керек, санаулы болу керек деп қоямын да жаңа. Күліп барады, мен де күліп қаламын. Болмады. Мәселе енді ол атақты емес, аяқ жағына қарай айтарым. Сонымен Мұқағали танығаным, ол кісі қаза болды. Қаза болғаннан бастап ептеп кітаптарын шығара бастады, басқалары шыға бастады. Ана жылдығы, 50 жылдығы, мына жылдығы, 60 жылдығына келгенде қазаққа едәуір танылып қалған жаңағы шығармашылығы кімсің? Мұқағали Мақатаев. Сол уақыттарда мен әндердің біразын жазып, өзім орындап, өз әндерімді халықтың әнімен араластырып, сөйтіп жүрген кезім, Алтынбек ағамның әндерімен араласып орындап жүрген кезім. 60 жылдығы болады деген кезде, сол 60 жылдығына арнап мен мына кино үйінде 8 март деген көше ғой, қазір Шәмші Қалдаяқов көшесі. Сол кино үйінде шығармашылық кеш бердім. 60.000 рубль түсті сол кезде. 60.000 рубльді Мұқағали Мақатаевтың қоры ашылыпты деп естігем. Сонда сол кино үйінің директорына айттым. Текеев деген бір азамат, кино режиссер. Бір тиын қалдырмай, андағы есепке ауыстырыңыз. Мені қол қойып беремін. Осыдан бастап, ол кезде халықтың шынында да жаңағы зейіні Мұқағалиға аударып, мойындаған ықылас санда. Өлеңдері қолға түсе бастады. 2 томы шықты, қалың боп. Міне осылардан барып Мұқағали біздің күнделікті басымызға жастап жатып оқитын ең сүйікті ақынымызға айналды. Бұл жерде әңгіме болатын жағдай жаңа Фариза деген ән туралы болып отыр ғой. Бұл әне қысқартып айтайын, бұл нәрсені ұзақтау тарих. 70... Сағат тарихына тұтылмай қой. Соны айтып отырмын. Бұл ауылына Фариза... Мұқағалидің жаңағыдай, сіз өлең арқылы, мен өзім Мұқағалидің 80 өлеңін жатқа білем. Кезінде, оқушы кезімде Мұқағали оқуларына қатыстым, республиканың Қарасазға бардым. Сонда өлеңі арқылы мен Мұқағалиді мүлдем басқалай елестетем. Кейіннен түсіріліп жатқан киноларды мен тіпті қабылдай алмадым. Мен айтам, менің таныған Мұқағали, менің Мұқағалиым бұл емес. Олнай емес. Ол сөздің жәні бар. Бірақ осы өмірде өмір сүріп, кейін бір сандаған жылдар, жарты ғасыр, әйтпесе бір 20 шақты жылдар өтіп кеткеннен кейін
ол халықтың елегінен өтіп, шығармашылығы, адамгершілігі бәрі елегінен өтіп, мойындаған кезде ол уақытта ол адам өкінішке қарай өмірден өтіп кету керек. Біздің заңымыз бойынша бізде қазақта анау атты бір нәрсеге жету үшін жаңа атақтан шығып жатыр. Өліп қалуың керек. Содан кейін барып саған ойбай керемет ет деген нәрсе беріліп жатады. Оның маған да керегі жоқ, оның Мұқағалиға да керегі жоқ, оның анау Әуезовке де керегі жоқ. Иә. Ал бірақ біздегі қазір халықтың өзі еш келе байқайды екенсің. Мысалы, халық әртісі деген берілу керек па? Халық әртісін саған халық әлдеқашан беріп қойған. Ұятқа қаладың кім? Сол заманда өмір сүріп тірі кезінде кім басы қасында жүрді мына елдің жақсысын жоқтап? Осындай азаматы бар дегенге түсінді ма сол? Енді сөз өнер бұзғы келмейді ғой. Сіз ол бар жасайтын жасайды да өмірден озып кетеді. Ал ана мәселе көтерілген уақытта анау азамат еді ғой осы елдің, осындай болу керек ғой деген кезде уже кеш болып қалады. Сонда енді бұл жерде мына жерің мынандай бір жылтыр тағылса, мен халықтікі деп қабылдаймын. Мынаған түкті мақтанбаймын, мақтана алмаймын. Өйткені Алла мақтанғаннан сақтасын деген дұғады. Мына жылтырдың біреуі осы халықтың жылтыры. Халықтың қуанышы. Жаңа халық әртісі деген ол халықтың қуанышы. Сен халықтың әртісі бола алдың ба? Сұрау үшін. Бола алмай жинала алдың ба? Жерге қарайтын кім? Соған тұрмайтын өнерпаз, соған берген адамдар, пенделер. Аға, жалпы мен өнер сүйгіш адам ретінде, оқырман ретінде, тыңдарман ретінде, ақындарымыздың, жазушыларымыздың, әншілеріміздің, зиялыларымыздың атақтан өздерін биік көрген қалай? Себебі қазір бізде мемлекеттен атақ сұрайтын, бір атақ үшін өлең жазатын, атақ үшін жазу жазатын, соны міндетсінетін азаматтар бар. Бұл енді ниет дұрыс емес деп ойлаймын бұл жерде. Сондықтан мына жерде айтады, атақты өзі Құдай, халық береді. Халық береді, Құдай береді. Оның өзінің уақыты бар, саған жазылып қойған, сол күні береді, сен одан бірін ала алмайсың ана. Ал енді анауыны алып қойып жатқандар мүмкін оларға да солай болған шығар. Кеше бір Мұқағали Мақатаев демекші, туған күн деген өлеңіне бір азаматымыз бүгін менің туған күнім, ойпырай, мына халқым неге жатыр тойламай. Мен бұған жігіт кезімде ән жазып қойғам. Банкет жасап берер едім өзім ақ, тағдырдың жарытпай-ақ қойған ай деді. Енді ана азамат еді, біз шақырмайсың тойыңа, біз жасап берер ек қойсаған, жүрміз ғой дейді ғой мысалы. Мұқағали Мақатаев жалпы жалғыз ете беретін сорлы еркек болады ғой, вот сондай. Бүгін менің туған күнім, ойпалай, мына адамдар неге жатыр тойламай дейді. Сен білек, бірінші жасасайшы туған күніңді, біз барамыз ғой. Айтады, бүгін менің туған күнім, ойпалай, мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жартпай қойған. Причем тут Құдай? Сенің туған күніңнің, үстеліңнің жайылып тұруының барлығы да Құдайға байланысты ма? Өзің жаса, еркексің ғой, не үшін отырсың мына жерде? Жоқ, бұл есуастықтан айтқан сөз ба, жоқ, ашейін бір дауыс жинағысы келді ма? Бүгін менің туған күнім, ойпалай дейді. Бүгін өнердің туған күні деп тұр ғой Мұқағали. Ол өзін айтып тұрған жоқ қой. Сөз жастар деген ақында, жазушыда сөз жастар, композиторда сөз жастары болу керек. Әуенде сөз жастары болу керек. Әуен астары болу керек. Ал оны сенің халқың 100 есе сөз жастары мен 100 есе әуен астарына жіберсеңдер, дана халқың сені анау мекен жайдан тауып алады ғой бірінші. Өзіне байланысты мекен. Сондықтан мұндай асылыққа, мұндай қараңғылыққа бармау керек. Сен ол ақылыңда, сен зиялыңда зиян етуге асықпа сен. Сен ондай бірінші өмір сүріп алайын. Сонан кейін сен туралы ертең біреу айтады. Не бітіргеніңді айтады сен туралы. Не бітіре алмағаныңды айтады. Төсіңдегі ордендеріңді санайды сонан кейін. Оны кім берді деп санайды. Сол уақытта жерге кіретіндей өмір кешпеу керек. Мұқағалиға, әйтпесе бір зиялыларға. Жасап дүниелер көп қой, тарихи, әдемі нәрселер.
енді соны қазбалап жатқан, соны ана өйді мына өйді деп алжуға болмайды дейді. Жақсы. Сұхбаттың соңында қазіргі шығармашылығыңыздан мына бір көрерменге азық болатын ән орындап берсеңіз. Айналайын Бекенім, мынандай жақсы хабар ұйымдастырып, еркін сұхбат жасап, бір жол таңдаған екенсіңдер. Еркіндік дегеніміз осы болса керек. Микрофонды алдыңа қойып, мына аппараттарды алдыңа қойып, ал сөйле. Не ойыңыз бар деген нәрсе, бұл жаңа Қазақстанның тарихы ғой деп ойлаймын. Бұл әшейін бір ермек үшін әйтпесе, бір атақ шығару үшін әйтпесе, бір елге танылып қалайын деген нәрсе емес. Бұл тарихтың өзі сөйлесін деп жатқан ниеттеріңден айналдым, айналайын мына жігіттер бас қосқандарына. Сол жолда біз пендеміз ғой, көп қателесеміз. Осы пенделіктен ада болайықшы. Біздің де төбемізден қарап тұрған артық кетсем, Алла кешірсін, иеміз бар ғой бәріміздің. Судың да сұрауы бар дейді. Оның бәрі тегін айтылмаған. Обол жасағандардың өз сұрауы бар. Оболға түскендердің өз қайтарылатын нәрсесі бар. Алладың екені анық. Мінәжат деген бір ән жаздым. Бұл мінәжат деген ән сөзі де сол Алла берген. Тасып кетпейікші. Артық сөйлемейікші. Бір оғаш нәрсені көріп, оны бетіне баспайықшы дегенден шығып атыр. Мұқағалиден шығып атыр ғой бұл. Одан да басқа асыл зиялыларымызда бүйтіп қойып өт, сөйтіп қойып өт деген. Кішкентай құмырсқа айтпайтын нәрселерді айтып атқан ел бар. Не күйтесің? Сенің сол абыройыңды асқақтатқан сол адамдар болатын. Оның пенделігі болады әрине, ешкім періште емес. Соған осындай нәрселерден туған нәрсе мінәжат. Сөзі де әнеден де автордікі. Сақтағын мені күннәден Алла, жәрдемің шексіз қуанам Алла. Асағам қорым ерекше меремді, жар бола көргін сұранам Алла. Сақтағын мені күннәден Алла. Көзімді тыйдым харамнан Алла, харамға жөнсіз қараудан Алла. Жаратқан ем ендігі жерде, өзіңді тану бар арман Алла. Өзіңді тану бар арман Алла. Тілімді тыйдым ғайбаттан Алла, бұлбұлын таңның сайратқан Алла. Аңдамай сөйлеп өкіндім талай, қорқамын сендік айбаттан Алла. Тілімді тыйдым ғайбаттан Алла. Алдыңда күнәм көп менің Алла, құтылып кетем деп едім Алла. Құтқарар ем бір өзің ғана, күнәмді кешір, кеш менің Алла. Күнәмді кешір, көп менің Алла. Нәпсіден тыйдым өзімді Алла, өзіңді ойлап көзілдім Алла. Сабама түсіп сабырға келдім, үйреттің маған төзуді Алла. Үйреттің маған төзуді Алла. Тыйылдым
жайылдым алла, иманның жолын бұйырдың алла. Жәннаттан мекен нәсіп ете көр, өзіңе ғана сыйындым алла, өзіңе ғана сыйындым алла. Жәннаттан мекен нәсіп ете көр, өзіңе ғана сыйындым алла, өзіңе ғана сыйындым алла, өзіңе ғана сыйындым алла, өзіңе ғана сыйындым алла. Сұхбатқа келіп, емен жарқын әңгімелескеніңізге алғыс білдірем. Сіз сияқты шынайы өнер азаматтарын халыққа насихаттап, көрсетіп, олардың осындай бір өнерін таспалап қалу біздің негізгі миссияларымыздың бірі. Соға айтып отқаным, жаңа Қазақстанбыз ғой, жаңа Қазақстандан жаңа азаматтары осылай болу керек. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Каналға жазылып, бізді қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Көлтөбе подкаст.